есіл аққанда есіп ағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есін алады, тарқатып өрген бұрымдай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын ұрламай. Есіл ағады, ер көзен. Көңілге мәңгі көшіп алады, аққудай арлы сол кезең. Есінің толқын есін алады, аймалап ай күн жарық құт. Есіл ағады, жарықты. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын ұрламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын ұрламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын ұрламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын ұрламай. Есіл ағады, Ғажап ән. Бірін-бірі жетелей жүгірген әуендерлегі, жүрек түкпіріндегі құпия қылды қозғайтындай. Армысыздар ағайын. Осы бір әнді тыңдаған кезде бәріміздің де көз алдымызға есіле аққан есіл елестейді. Арқа төсіндегі ару қаламыз Астанаға жолыңыз түсе қалса, есілдің жағалауымен сейіл құрып, қайыққа мініп, серуендеуді ұмытып кетпеңіз. Онда жылысып аққан ерке өзеннің мөлдір әлеміне куә болар едіңіз. Баяу ағыстан да бояу көрер едіңіз. Сосын күн ұзақ бойыңызды әдемі сезім билеп жүреді. Бүгінгі әңгімеміз сондай сезімді бастан кешіп, осындай ғажайып әуезді туғызған сазгер Ахмедия Есмухановтың әндері хақында өрбімек. Ахмедияға студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Ахмедияға, сіздің шығармашылығыңыз жайлы әңгіме болғанда, есіл ағады әніне тоқтамай кету мүмкін емес. Осы әннің шығу тарихына тоқтала кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Енді мынау есіл ағады атты өлеңімнің шығу тарихын қысқаша ғана айтып өтейін. Бұл өзі 2000 жылы жақсылығының жақсын айт, нұр тасын дейді, қазақта мақал бар. Бекболат Тілеуханов пен Әлихан Байметтің шақыруымен 2000 жылы президент оркестріне жұмысқа орналастым. Сонда бір ой есімнен кетпей қойды. Өйткені осы Астанамызға арнап көптеген композиторлар ән жазды. Сосын енді бір жағынан соншама құрметтеп Астанаға шақырып атқаннан кейін, шіркін-ай, осы Астанаға арнап бір өлең жазсам деген бір арман болды көкейімде. Халқыма, өзімнің достарыма деген махаббатым, Астанада деген махаббатымды осы ән арқылы білдірсем
деп дұға жасадым. Сіздерге өтірік, маған шын 7 минуттың ішінде ән туды. Құйылып түсе қалды. Оны мен шығарайын деп ойлаған да жоқпын. Жаңа бір телегей теңіз сезім алапат. Құйылып келіп жатыр. Мен айтудан шаршамадым. Енді қарасам, жаңағы ән дүние кетті. Енді сол ән сәтті шыққанға ұқсайды. Үлкен болсын, кіші болсын, бәрінің ыңылдап айтатын әніне жалғасып кеткен ұқсап жатыр. Саздың өзі бір бөлек сырлы әлем ғой. Сіздің ән әлеміңіз ол қандай? Негізі мен лирикпін. Лирика жалпы біз қазақ тойшыл халық қой. Бір тойда жүргенде бір тамаданың айтқаны бар. Айналайын халқым, алақандарыңызды аямай соғыңыздар, алдарыңызда атақты жауын шашын Есімде Есмуханов кетір деп. Сөйтсем мен ана кілең осы жаңбыр туралы көп шығарған екен. Тамшылар, бір тамшы жаз, көктемнің тамшылары, ең арты есілмен ұласып кетті де. Оны өзім байқамаппын. Жұрттың бәрі күліп жатыр. Сондай атақ беріп қызық қылған, атақ жауын шашын деп. Жалпы мен енді кішкене шегін жасап айтайын. Менің 2 ұстазым бар. Өзіммен өзім бақытты адамды есептеймін. Өйткені біреу баяғы 60-шы жылдардағы аты аңызға айналған Досым Қасаннан кейінгі шыққан Қаракөз ансамблінің мүшесі екенімді соған өзімді қуанам. Сол жақсы сейілтпен өзім туған ағам Есімхановтың шәкірті болдым. Ол кісілердің өлеңдері енді керемет қой жаңа. Барма маған ғашық адам бір жерде, ойған махаббат, кездесу, ана туралы баллада керемет хит өлеңдер. Сонда мен өзім армандап жүрмін, ол уақытта енді баламыз ғой. Шіркін, осы кісілердің гитарасын көтеріп жүрсем де, оғанда ана-панауды алмайтын шығар деп, грузчик болсам солар деп. Соны 1976 жылы филармонияға кірдім. Бір-ақ жылдың арасында 1977 жылы әндерім басталды. Композиторлық жаңағы өмірім басталды деп айтуға болады, творчеством. Сол 1977 жылы ең бірінші өзіміздің мынау атақты әнші ағамыз Ақжол Мейірбеков «Қинамашы, сыйламашы алаукүлді басқаға» деген өлең, сол бірінші жазған өлеңім. Содан бастап тоқтай алмай тамшылар кетті, бір тамшы жас кетті. Соны әрі қарай енді әлде тоқтамай жазып келе жатырмыз. Енді ол кісілерге шіркін-ай, осы кісілердің жазған өлеңдерінің деңгейіне жеткізсем ғой деп армандадым. Ол енді керемет қой, классика сияқты жазады ол кісілер, шынын айту керек. Соны бірақ ол кісілердің деңгейіне жете алмадым. Сол кісілердің деңгейіне жетем деп жүріп, жақсы лирика әндер жазғаныма қуанам. Ахмеди аға, жаңа енді өзіңіз әңгіме барысында айтып кеттіңіз, мен лирик композитормын деп. Өзіңіз айтып кеттіңіз, әндерімнің бәрі мынау тамшылар, жаңбыр, тіпті есіл ағады деп жатсыз. Осы тамшылар әні, жаңбыр жауып тұрғанда, нөсерлетіп тұрғанда енді барлығымызда ол құбылысты көреміз. Бірақ сіз елестеткендей, сіз сезінгендей, сіз көргендей ол дүниені біз көре алмаймыз. Осы тамшылар әнінің шығу тарихына тоқтала кетсеңіз, қалай дүниеге келді? Енді жалпы бір өлең болса да тарихын айтқан дұрыс, өйткені көрермендер білгісі келеді ғой. Қызық қой енді ол. Тамшылар әні ешкімнің есінен кетпейтін алғашқы махаббат деген киелі махаббат бар ғой. Сол алғашқы махаббаттан туындаған өлең. Түнде жаңа өзім жақсы көретін қызым, жарым, сүйген жарым, түсіме кіреді, терезені қағып шақырады. Терезеге барып қайым, қап қараңғы түн, ешкім жоқ. Қайтан біраздан көп ұшады, тағы да қағады. Түні бойы мазамдалып, сосын әдейі ұйқымды қиып қарап тұрдым. Қағып атқан шығар мүмкін деп. Мен қыз болып тамшы шертіп тұр екен терезені. Соны жаңағы ең бірінші сөз келді. Мен ақындықтан бастадым деп айттым ғой. Түнімен тереземді тамшырды, түнімен тереземді жүрегім дүрс етеді, ана қағып жатыр. Сосын ұйқы болған жоқ. Сол кітапты көп оқитын бір пайдасы дейді. Бір кітапханаға кіріп, жаңа мұқағалиден бастап бәрін оқып жатырмын ғой. Сөйтіп бір Ағманшоқ дейтін, бастау дейтін кішкентай ғана кітапша шығушы еді ғой. Сонда Өтеген Күмісбаев деп жазылып тұрды. Ағманшоқ деп жазылып тұр. Аты қызық екен деп. Сосын оқи бастаймын, бір кезде Юнус мейманханасындағы жаңбырлы түн деген атпен ұзақ шұғылаңқы ат екен. Жаңағы менің айта алмай жүрген
түнімен тереземді тамшырды, түні бойы айтып жатты, жансырды. Бәрі тұр. Қарсы қалған дүниеңіз. Иә, сирек құбыл сондай келу, әнге келу. Соны қуанғаннан айқырап жүріппін. Кітап сатып тұрған қыз шошып кетті. Ойбай, аға не болды? Не болған не? Мұны інжу маржанын тауып алдым ғой деппін ғой. Содан барып, ол кісімен бір жылдар өткеннен кейін хабарласып осы Алматыға келгеннен кейін. Сөйтсем ол кісі Москвада жазыпты. Өзінің сүйген қызына жаңбыр жауып тұрыпты. Жаңағы қызық құбылыс. Сосын сағынғаннан кейін жаңа сөздер жазған ғой. Енді Алматыда оқымды бітіріп, үйленгем дейді жаңа. Бір балалары бар. Алматыға келсек, АБК тамшыларды айтып жатыр екен дейді. Мен саған арнап жазғанмын деп айттым сүйген жарыма дейді. Бәрекелді. Керемет қой. Түніменен тереземді тамшырды, түні бойы айтып жатты жансырды, түніменен өзің жайлы түс көріп, жұмыр басқа мазасыз ой сан кірді, түніменен тереземді тамшырды. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабылып, жанарыңнан арман оты жағылып, өз жүрегің өз кеудеңе сыймастан, ұйықтай алмай шықтың бәлде сағынып. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабылып, іздейсің сен, іздеп жүрсің сабылып. Түніменен тереземді тамшырды, түні бойы айтып жатты жансырды, түніменен өзің жайлы түс көріп, жұмыр басқа мазасыз ой сан кірді. Түніменен тереземді тамшырды. Бәрекелді, тамаша. Сіз сөз барысында өзіңізді айтып өттіңіз ғой, осы 60 жылдардағы Есмуханов ансамблінен кейінгі дүркіреп шыққан Қарагөз ансамбль деп, осы Қарагөз ансамблінде өзіңізде өнер көрсеттіңіз. Ансамбльдің сіздің шығармашылығыңызға қандай әсері болды? Бұл ансамбльдің маған өте қатты әсер етті деп айтуға болады, өйткені басында айтып өттім ғой жаңа 76 жылы қатысын деп филармонияға. Сонда бір-ақ жылдың ішінде, бір жылдан кейін композитор шыға келдік қой. Мысалы, жай адамның өзі бір ол кісілермен бірге жүрсе, ақын болмаса да ақынға жақын болып кетуі мүмкін. Өйткені құйылып тұрған керемет өлеңдер, жаңбырдың нөсері ұрып тұр, соны тыңдаған адам енді бір тас керең болмаса, міндетті түрде не ақын, не композитор кетеді деп ойлаймын. Ал енді Қарагөз ансамблі кейін тіпті көрінбей кетті, естілмей кетті, болмаса бір кедергілер, тосқауылдар болды ма? Не себепті Қарагөз ансамблі кейін тарап кетті? Енді ойбай, ана болды, мына болды, біреуге күйеуге жағудан аулақпын. Бірақ енді біз енді Жезқазған деген өзі кішкентай ғана қала ғой. Мен енді жалпы мынау Ұлытаудың қасында Қарсақбай деген жері бар. Қара шаңырақ Қарсақбай. Сол жерден туғам. Қыдырәлі Болман туған, сол жерден Әлихан Баймен туған, мен сол жерде туғамын. Қарсақбай. Қарсақбайдағы жаңа бірге туған одноклассниктарым бар, солар бар, бәрі енді көршіне бәріне сәлем деп айтуға болады шығар енді. Сондықтан да Қарагөз шығуын шықты, мықты болып. Бірақ енді әрі қарай шығу үшін де жаңа продюсер керек, қазір біздің тілмен айтқанда демеуші, солай ғой. Қаражат керек. Қаражат керек, бәрі соған келіп тірелді де. Содан кейін ол жағы болмағаннан кейін әрі қарай шыға алмай қалды. Бірақ Ахмет аға, мен қазіргі таңда осы Қарагөз ансамбльменен қайта жандандырып ансамбльді елдерді аралап, концерт, гастрольдік сапарға шығайын деп жатқандарыңыздың өзін бір сұхбаттан естіп қалған сияқтымын, және өз аузыңыздан да естідім. Жаңа бейнебаян түсірмек ойларыңыз да бар екен. Осы жаңалығыңызбен бөлісіп отырсаңыз. Жаңалық енді оны бәлендей
түсірмей жатып бірдеңе деп бәрін айтқанда дегенмен көрермен халық өздеріңіздің кездеріңіздегі мысалы біздің аналарымыз, алдымыздағы апайларымыз үшін Қарагөз ансамблі әлі күнге дейін тіпті кейінгі буын біз өзімізде көргіміз келеді. Аналарымыз, апаларымыз алдымыздағы сағынады, аңсайды әлі сол өнерді. Міне жаңа сағынады деп айттыңыз ғой. Сол сағынады деген сол Қарагөздің ең бірінші ән шығарған негізі Болат Есімханов менің туған ағам. Содан кейін барып жақсы келіп сөйлеп шығарған. Содан кейін барып мен шығарғам. Ең бірінші бастауды, әннің бастауы сол Болат Есімхановда басталған. Ол кісінің жаңа өзінің ақындығы бар. Жаңа сағынып деп айтып отырсыз ғой. Сағыныш деген аты бар, өлеңі бар. Сөзі де әнді өзінікі. Сол осы сағынышқа клип түсіреміз бе деген ойымыз бар. Жалпы Қарагөздің шығармашылығын бір қолға алмақшысыз. Альбомын шығарамыз деген ойымыз бар. Жаңағы енді өзі сол уақыттағы 60-шы 70-ші жылдарда біздің тыңдармандарымыз сендер қашан шығасыңдар осы? Күте-күте шаршадық қой. Сол енді сол кісілердің құлағына алтын сырға қуана берулеріне болады, Қазақстанды аралаймыз деген ойымыз бар. Сондай мақсатымыз бар. Енді бұл шығып атса халықпен қауышамыз ба деген арманымыз бар. Бәрекелді аға, құтты болсын. Аға, осы әннің өмірге келуі де бір болашақ тағдыры мен болмыс бітімнің қандай болатыны жұмбақ дүниеге жаңа келген бір нәресте секілді ғой. Осы бір тамшы жас әніңіздің де дүниеге келуі қалай болды, осыны айтып берсеңіз? Өтінішпен жазылатын өлеңдер бар ғой. Өтінішпен. Сондай бір жазғанда бір інілерім бар еді, інішектер. Сол енді бір қызға ғашық болған, соған сезімін айта алмайды. Өзі аңдау жігіт, ұялшақтау. Сосын соны қатты жақсы көретінмін, сүйетінмін, сондай қатты толғанып сағынып тұрғанда көзімнен мөлтілдеп тамшылар тамады деген сияқты жаңа бірдеңені айтты да. Сосын сол мені есімде қалып қойды да, бұны енді қалай бейнелеп айтып беруге болады деп толғанып жүргем, әлі іштен піседі әбден. Сөйтіп жүрген кезде Рахат Наурызбаев сөзін тауып алдым да, қарасам жанарыңа жас толып деп тұр. Тамаша ғой. Соған шығардым, сөзін шығардым. Бәрекелді, бір қабысқан дүние дейсіз ғой. Өзінің жолын тапқан, өзінің өлеңін тапқан ән болып тұрсыз. Сәті келген сияқты енді айтыр. Жанарыңа жас толып, мен ойладым сүйіктім, ақша жүзің албыртып, от жалан болып күйіп тұр. Ақша жүзің албыртып, от жалан болып күйіп тұр. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлаң берді-ау қайтадан, жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Шықтым шықсын тағынып, ерідімдей езілдім. Мен өзіңе табында күш шағынын сезіндім. Мен өзіңе табында күш шағынын сезіндім. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлаң берді-ау қайтадан, жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Жанарыңа жас толып, мен ойладым сүйіктім, ақша жүзің албыртып, от жалан болып күйіп тұр. Ақша жүзің албыртып, от жалан болып күйіп тұр. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асау сезім тереңнен, бұлаң берді-ау қайтадан, жігерсіз деп өзіңді, енді қалай айталам. Мені жаным аңсадың, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді.
асыл сезім тереңнен бұлан берді ал қайтадан жігерсіз деп өзіңді енді қалай айталам. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, туған ағаңыз Болат Есмухановты, мынау қазақ эстрадасына сүбелі үлес қосқан композитор. Білуімше, сіз нотаны сол кісіден үйренген сияқтысыз. Естуімше. Ол рас енді. Негізі гитараны үйреткенде, нотаны үйреткен сол кісі. Сосын жалпы осылар мен үшін Алатау сияқты жақсы келді мен екеуі. Алматының Алатау сияқты Асқар Шың. Осыларға шәкірт болып дәріс алып жүрдің өзі мен үшін бақыт. Сосын жаңағы кейінгі жазғанда жаңағы жарығым ай бар ғой. Каспий айтып жүр ғой, қандай тамаша өлең. Енді соның тарихын көп адам біле бермейді. Оны жаңа жақсы келді сейілді марқұмға арнап жазған менің ағам. Шіркін-ай, мынау жарықтың önіне қия алмай кетті-ау деп. Көрдіңіз бе? Жалт етеді бір үміт тайып беріп, қандай тамаша айтылған. Енді өлеңдері өте керемет. Сол кісілер маған шабыт беретін кәдімгі шабыттың бастауы деп айтсам ба екен, сондай деп айтуға болады. Менің талантымды оятқан сол кісілер негізі. Бәрекелді аға. Саз әлеміне олжа салып жүрген сіздей сазгердің темірқазық арманы не? Соны білгіміз келеді. Енді темірқазық арман деп қалай айтуға болады? Оны біздің енді композитор болғаннан кейін еліміздің жүрегінде қалатын, ыңылдап айтып жүретін жақсы мықты әндер жазсақ, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Шәмші ағамыз айтып өткен ғой енді, композитордың ділділі ғой осы. Мықты композитор екенін білгің келсе, көшеде жүрген адамдар сенің өлеңіңді айтып жүрсе, дүние жүзіндегі ең бақытты композитор сенсің деп айтып кеткен. Енді соған жетсек, арман жоқ деп ойлаймын. Сіздің алдыңызда міне жаңа үнтаспаны көріп тұрмын. Жаңа үнтаспа шығардыңыз ба, әлде кейінгі шыққан жаңа әндеріңіздің жинағы ма? Şu мынау бірінші шығарған жаңа ән жинағым есімде деп аталады. Жалпы менің әндерім жақсы айтып жүрген астанада медет шайкел дейтін үнім бар. Нұрлы бейне деген өлеңімді айтады. Кейінгі кезде шығарған қиыттардың тонын жататын өлең түн деген өлеңді айтады. Сосын енді мынау алматылық Айбек Мұхаммедалиев дейтін әнші бар. Менің алыста дейтін өлеңімді айтады. Мұқағали Мақатаевтың сөзін айтылған, өте тамаша айтылған шыққан өлең. Өздері талғамы бар, талғамы биік, дауыстың темір сондай әсем, өте жақсы айтады. Түн қойнында өзіңменен қалғанда жылжып бізге жақындайды арманда жүрек қылын шертіп тұрған кезімде менен мықты ақын жоқтай жалғанда менен мықты ақын жоқтай жалғанда жат әлемге жайып салып қанатын бар ғашықты бір құшаққа алатын төбемізді тұра тұршы жылжымай махаббаттың ақ бесігі қара түн махаббаттың ақ бесігі қара түн. Мен ана туралы көп жазыппын да, сосын кейін кезде бір жолдастарым айтып отыр, сен жазбаған тақырыбың қалмапты, әке туралы жазбаған екенсің. Әкеге деген махаббат жоқ па қалай ол? Жазу керек екен, әруақ риза болды ғой енді. Соны жаздым. Ақшашты адам тура менің әкемдей, көз алдыма өткен күндер келеді. Қайран өмір елестерді әкелмей, оралса ғой өткен күндер кешегі. Ақшашты адам әкем бекен көшеден, жетіп барсам бөтен адам байқадым. Оған деген сағынышым өшеме, өшпейді екен еріксіз бас шайқадым. Тура жол жоқ, өмір жолы бұралаң, белестерден белестерге жетелеп
әке жолы қолын бұлғап тұр алдан. Түнде құмнан оянамын әкеде, мен соңына түсіп алып елестің. Ұстай алмай әлім кетіп шаршадым, көзім жұмсам балам дейді әкемге. Шын есімнен адастым ба қорқамын, тура жол жоқ, өмір жолы бұралаң. Белестерден белестерге жетелеп, әке жолы қолын бұлғап тұр алдан. Түнде құмнан оянамын әкеде, түнде құмнан оянамын әкеде. Бәрекелді аға, тамаша. Ахмеди аға, бүгін әніңіз бір жүректің қылын шерткендей, қалың ойға шомдыратын, сағынышқа тола, жүректі жарып шыққан ән екені бірден сезіліп те тұр. Өйткені сіздің жүрегіңізден шыққан ән бір көрерменіңіз менің жүрегім шымырлатып жатыр. Шабыттана беріңіз. Әңгімеңізге рахмет. Әндеріңіз ұрпақ игілігіне жарай берсін, ұрпақпен мәңгі жасай берсін. Қадірлі көрермен, қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Тым алыста қалып қойған қайғыда қуанышта, тай үйреді шарлардан ұлақ ұстап, айтса болды алданған жұбанышқа. Айғай бала дәурен ай құрақ ұшқан, таптырмайды тоғайлы таулы мекен. Қай жерінде болынып қалдың екен, туған жердің ойқырын араласам, сен көрініп қалар деп аңдып өтем, аңдып өтем. Бала дәурен қайдасың сайраныңмен, өзіңнің тайлағыңмен. Апырмау адасып мен қайда жүрген, қайда